мен өзі жеке пікірім материалдық жағыма деп ойлаймын көбінесе. Қазір жастардың бәрі тез болса екен, тез үйлі, тез әйел, тез машина, баяғы өзіміз сияқты емес, жаңағы этаппен көтеріліп, қиыншылықты көріп, бұлардың бәрі тез, соны қыз бен жігіт жүріп, жаңа үйленгеннен кейін суық нәрсені төзе алмайды да соған. Соған көп не ғой деймін, себеп болады ғой деп өзімше ойлаймын да. Ол жағын білмедім. Мен ойымша басты себеп бәрін алдын ала ойластырмаудан, бәрін алдын ала келістіріп, дұрыс шешімдер қабылдаса, алдын ала жоспарланған бәрі қолдан келеді және дұрыс болады деп ойлаймын. Менің ойымша жастар қазір көбіне ерте үйленіп жатыр ғой. И сол неге қарамайды қазір. Ата енемен тұрғысы келмейді, бөлек тұрғысы келеді. Сол, наверное, көбісі бөлек тұрғысы келеді. Тұрмыстық зорлық зомбылықты айта кетеді. Содан кейін әлеуметтік социальный дейді ғой, проблемалар, яғни табысын төмен болу деген сияқты. Әртүрлі себептер болуы мүмкін. Бір жағынан кейбірлер үшін экономика жағы. Екіншіден жастар қазір өзгерген. Тәрбие басқаша болып. Тұрмыс мәселесіне тақалады ғой үлкен жағынан. Әзірге мына отбасындағы кикілжіңнің көбі әзірге мына жастардың немене дейміз ғой. Жұмыссыздығы содан енді мына мемлекет енді осыған біраз көңіл бөлсе, жастардың онан кейін мына демократияның көбеюіне, бала шағаның өсіп өруіне мемлекет жағынан көптеп көңіл бөліп тұрмысын жақсарса, сонда ажырасу аз бола ма екен деп ойлаймын ғой енді осы. Өзім енді тұрмысқа шықпағаннан кейін білмеймін нақты, бірақ ойлаймын, мүмкін адамдардың өзара түсініспеушілігінен шығар, мүмкін екі жан бірін-бірі түсінбей жатып, отбасы құрып кеткеннен шығар деп ойлаймын. Ол барлық нәрсе бірден бірден айырылысып кете салмайды ғой, ол біраз талпынады. Бәрібір түсініспеген соңында екі адамның ойы бір жерден шықпағандықтан деп ойлаймын. Сол ақша жетпестір, қары бері. Кейбіреу ата-енесімен ұрысып қалады, енелерімен. Солықтан ажырасып кетіп отырады. Махаббаттасқан екеуі жақсы махаббатын қадірлесе, енді ата-ененің несі оларға не боламайды. Домашнее насилие из-за того, что женщины стали больше самостоятельными, независимыми, и роль женщины повысилась намного. И я считаю, это правильно. Мужчинам это не нравится, потому что они просто не понимают, они просто не привыкли к этому. Біз жас кезімізде кішкене адамдармен қарым-қатынас басқаша болған сияқты. Бүгінгі заманға қарағанда. Сондықтан кішкене асығыстық бар сияқты, заманның өзі сондай болып отыр ма? Мүмкін содан шығар, кішкене шыдамдықта аздау сияқты бағана бір-біріне қарым-қатынаста. Түсініспеушілік ең бастысы. Мен де ойлаймын, түсініспеушілік кейде көзқарастардың әртүрлі болу, біреу мысалы бір традиционный дейді ғой, ұлттық бір отбасыда өссе, екіншісі мысалы бір қалалық басқа бір бос көзқараспен өссе, олардың отбасы болу кішкене қиындау, өйткені әркім өзіне көрпені тартады дейді ғой, әркім өз көзқарасына қарай адамды өзгертуге тырысады. Қиындық тудырады деп ойлаймын, осындай түсініспеушіліктер. Айырмашылықтар көп болса, адамдарға қиын сияқты. Ортақ қасиеттер көп болған сайын кішкене жеңілдеу ғой. Жалпы андай адамдар тең-теңмен дейді ғой, сол дұрыс қой менің ойымша. Ол енді тұрмысы жақсы болып, өмірі жақсы болса, жақсы болып кете береді. Сол тұрмыстың басты кесел тұрмыстан шығып жатыр. Біреуінде жоқ болады, біреуінде бар болады, сонымен кикілжің сонымен басталады. Содан барып бөлінеді, әңгіме содан. Бар болса неге бөлінсін? Бар болса бөлінбейді. Азыр түшініксіз қой бір-бірімен. Бары тең современный мирге өтіп кетті, бары телефонға өтіп кетішті. Асылым жашы болса технология жұмыш, ең маңызы бұл финанс болып қалды көбінде. Финансы жоқ болса көрәтауыз, көрінді финансы жоқ болса ұрыш ошыдан баштап адады да. Ең бірінші. Олар бір-бірін түсіну керек. Егерде бір-бірін түсініп, бір-біріне қамқор болып, бір-біріне тірек болатын болса, онда ары қарай ол
ажыраспау жағдайларын ойлауға болады да. Содан кейін егер де ол түсінбейтін болса бір-бірін, онда ажырасу жағдай көп болады. Бұл жерде ақша жағдай шешпейді ешқашанда. Ол біреу ақша жағдайына келіп тіреу мүмкін, бірақ бұл жерде ақша жағдай емес. Бұл жерде психология жағын қарау керек адамның. Арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, әлеуметтік желілерде репост жасаңыз.